Мемлекеттік қызметші өзінің тыңғылықты ісімен көпке үлгі болуы қажет. Ал өз қызмет барысын асыра пайдаланып, заң бұзушылықтарға барған азаматтарға әрдайым лайықты жаза бар. Қызметкердің этикасын қадағалап отыратын тәртіптік кеңестің бүгінгі кезекті отырысында 13 іс қаралды. Тәртіптік кеңес төрағасы мен мүшелерінің шешімі бойынша бір мемлекеттік қызметкер қызметінен төмендетілді. Сонымен қатар қаралған 9 азаматтың тәртіптік істері негізсіз деп танылып, кері қайтарылды. Ал Талас аудандық ветеринария бөлімінің директоры өз жұмысынан босатылды. Өйткені жауапты азамат құжаттарға мұқият болмай мемлекет қаржысына шығын келтірген. Жауапты тұлға қателігін тек заң қызметкерлерінің тексеру барысында түзеуіне орай ол өз жұмысына лайықты емес деп танылды. Шешімдер әзірлеу мен қабылдау кезінде заң және жеке тұлғаларға заңсыз артықшылық көрсету, кімге болса да табыс алуға байланысты кәсіпкерлік және өзге де қызметті жүзеге асыруда заңдарда көзделмеген кез келген жәрдем көрсету дейді. Осы заң бұзушылық үшін тек қана тәртіптік жазаның бір түрі бар, атқаратын қызметінен босату.